Бәріне сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді нежный салатын жасап көрсететін боламын. Бұл өте дәмді әрі жеңіл салат, кез келген қонақ күтетін кезде жасасаңыздар болады. Ол үшін бізге краб таяқшалары, жұмыртқа, күріш, жүгері, майонез, қияр және де қызанақ қажет болады. Ең бірінші кезекте күрішімізді жақсылап бірнеше мәрте жуып алып, видеодағыдай қайнатып алатын боламыз. Күрішімізді суға салып, үстінен тұз және де бір ас қасықтай сұйық май қосу қажет. Сонда күрішіміз жабыспай жақсы пісетін болады. Сонымен қатар жұмыртқамызды да қайнатуға қоямыз. Күрішті табаға салып, әрбір 2-3 минут сайын араластырып қозғап отырамыз. Келесі кезекте краб таяқшаларымызды осылай видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөліп, кубик тәріздес етіп турап шығу керек. Бұл салатқа краб қосылатын болғандықтан салатымыз өте дәмді болады. Үй жағдайында міндетті түрде жасап көріңіздер. Салатты жасау үшін көп уақыт кетпейді, тек қана күріш пен жұмыртқамыз қайнаған уақытқа дейін басқа ингредиенттерімізді 15-20 минут уақытта турап дайындап аламыз. Крабты турап болған соң келесі кезекте жуып тазартылып алған қиярымызды турайтын боламыз. Қиярды да дәл краб таяқшалары тәрізді бірнеше бөліктерге бөліп, жіңішке етіп турап, кубик тәріздес етіп кесіп шығамыз. Мен барлығын кубик тәріздес етіп турап шықтым, сонда салатымыз біркелкі әрі әдемі көрінетін болады. Өз қалауларыңызға қарай қиярдың қабығын алып тастасаңыздар да болады. Қиярымызды турап болған соң келесі кезекте оны ыдысымызға салып аламыз және де басқа ингредиенттерді турауға кірісеміз. Қиярымызды салып болған соң жуып тазартылып алған қызанағымызды тураймыз. Қызанақты ортасынан бөліп, бірнеше тіліктерге кесіп алған соң кубик тәріздес етіп турап шығатын боламыз. Қызанағымызды да басқа ингредиенттер сияқты турап аламыз. Қызанақты турау кезінде арасында міндетті түрде күрішімізді қарауды ұмытпаймыз. Күрішті қарап, араластырып отыру қажет. Қызанағымызды турап болған соң ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте консервідегі жүгерімізді ашып, осылай ыдысқа салып алатын боламыз. Күрішіміз қайнады, ол суығаннан кейін осылай салатымыздың үстіңгі бөлігінен салып шығамыз. Және де қайнатылған жұмыртқамызды қабығынан тазартып, видеодағыдай турап шығатын боламыз. Жұмыртқаны да дәл өзге ингредиенттер сияқты міндетті түрде кубик етіп тураңыздар. Жұмыртқамызды турап алып, салатымыздың үстінен саламыз және де оның үстінен тұзды себеміз. Тұзды көп себіп қажет емес, орташа мөлшерде сепсеңіздер жеткілікті. Және де оның үстіне майонезімізді қосатын боламыз. Одан соң салатымызды жақсылап араластыру қажет. Сонда тұзымыз еріп, майонезіміз салатқа жақсы сіңетін болады. Салатымызды араластырып болған соң 10-15 минут уақытқа қалдырамыз. Одан соң тарелкемізге сала беруге болады. Нежный салаты осылай дайын болып шығады. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Өзге де рецепттерді менің каналымнан таба аласыздар. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.